Барлығына сәлем достар. Өздеріңіз білесіздер, біздің ғаламшарымыздың өз тарихы мен аңыздарын оятатын мистикалық және жұмбақ орындардың үлкен саны бар. Бәлкім көбісі шынайы құпиясын әлі күнге дейін ешкім шешпеген Бермуд үшбұрышы сияқты орындар туралы естіген шығар. Чернобыль атом электр станциясындағы апат болған Припять сияқты елес қалалар туралы. Немесе тарихи Silent Hill фильмдегі негізінде енген Централия қаласы. Ал физиканың әдеттегідей заңдардың жұмыс істеудің тоқтататын өз аномалияларымен қорқытатын, ал аңыздарды олардың айналасында бұл орындар одан да қорқынышты ететін көптеген орындар. Бірақ әдетте мұндай орындар ғаламшары бойынша мыңдаған туристерді үлкен қызығушылығын тудырады. Олардың барлығына өз көзімен көру және тарих пен әңгімелерді шынайылығын тексеру үшін осы жерлерге барады. Бірақ адреналин порциясын алу үшін кейде алыс жүруді қажет жоқ. Өйткені қорқынышты емес. Бірақ біздің елімізде әлде қайда тылсым мистикалық орындар бар. Қазақстанда тұрғындар мүмкіншілігінде аулақ бойында тырысатын көптеген түнек, жұмбақ және кейде қорқынышты жерлер бар. Депрессивті орындардың бірі Семей ядролық полигоны болып табылады. Бұл Кеңес одағының ең ірі ядролық полигондарының бірі. Сондай-ақ ССЯП ретінде белгілі. Семей полигоны аумағында қорғалған нысан орналасқан. Ол жерде өз уақытындағы ең заманауи ядролық қару сақталған. Осы нысанды қорғау дәрежесінің маңыздылығын түсіну үшін бүкіл әлем бойынша мұндай нысандарда барлығына төртеу болғанын атап өту керек. Сондай-ақ полигон аумағында бұрын жабық кеңес физигі Игорь Курчатовтың құрметіне өзгертілген. Курчатов қаласы орналасқан. Қызықты фактілердің Курчатов ұзақ уақыт жабық қала мәртебесінде болғанын және оның бірде-бір кеңес картасына болмағанын, ал ресми құжаттарда ол Мәскеу 400, Жағалау, Семей 21 және Конечная станциясы сияқты әртүрлі атаулармен маңызды екенін атап өткім келеді. Полигон тағы бір атауы. Естігенде сіз аулақ болуыңыз керек болдары. Бұрын Курчатовтың құрамына кірген ауылдың атауы 1949 жылдан 89 жылға дейінгі кезінде Семей ядролық полигон кемде 468 ядролық сынақ жүргізілді. Онда кемде 616 ядролық және 20 ядролық құрылғылар жарылған. Оның ішінде 125 атмосфералық, оның ішінде 26-сы жер үсті, 91 әуе және 8 биіктік жарылыс. Қалған 343 сынақ ядролық жарылысы жер астында жүргізілді. Оның 128-і ұңғырмаларда жарылған және 343 сынақ штолиндерінде жүргізілді. Осы сынауларды ауқымын түсіну үшін 1949 жылдан 63 жылға дейінгі кезеңдерде сыналған ядролық зарядтардың жиынтығы қуаты Хиросимаға тасталған атом бомбасының қуаттылығынан 2500 есе асып түскенін түсіну керек. Дәл осы 224 жарылыс Қазақстан аумағының барлық шығыс бөлігінің осындай ауқымды радиациялық ластануы себеп болды. Егер 89 жылы қоғамдық резонанс пен халықаралық айыптауға итерілмеген жолай газдармен бірге жер бетіне радиацияны шықпағанда, полигон әлі күнге дейін жұмыс істеуі мүмкін еді. Үлкен бағымызға орай 1991 жылы 29 тамызда Семей полигон Қазақ ССР билігімен жабылды. Полигон жабылғаннан кейін 1996 жылы 2012 жылдар аралығында Абек аумағында полигонда сынақтан кейін қалған 200 килограммға жуық плутонияны жинау және көму бойынша Қазақстан, Ресей және Америка құрама штаттарының құпия бірлескен операциясы жүргізілді. Бүгінгі күні жабылғаннан кейін шамамен 1,5-10 жылға өткеннен кейін осы жердегі радиациялық фон табиғи еседен асады. Ғалымдардың есептеуінше, фонды толығымен бейтараптандыру үшін шамамен 2 миллион жыл өтуі тиіс. Ядролық сынақтар Қазақстан аумағында радионуклидтердің санына ғана емес, жергілікті ландшафтқа да жетті. Ядролық эксперименттер бойынша променад жасай отырып, өзіндік ерекше жерлерді көруге болады. Мысалы, көптеген кратерлердің бірінде пайда болған атом көлі. Көлдің көлемі өте әсерлі диаметрі 500 метр және тереңдігі 50 метрге жетеді. Үлкен таң қаларлық бұл көлемдегі су өте нәзік, тіпті балықтар да бар. Бірақ бұл сулықтың артында өте қауіпті және радиоактивті орын бар. Егер гейдер есептегіші бар көлемге жақын келсе, онда фон қалыпты көрсеткіштердің 100 есе асып түсетінін көруге болады. Бірақ бұл сулықтың артында өте қауіпті және радиоактивті орын бар. Егер гейгер есептегіші бар көлге жақын келсе, онда фон қалыпты көрсеткіштердің 100 есе асып түсетінін көруге болады. Мүмкін адамның басымдыққа ұмтылысын немен аяқталатынын түсіну және болмыстық баянсыздығын сезіну үшін атомның құпиясына еніп, бірақ өмірін бағалай білмеген адамзаттың бейқамдылығы мен ақымақтығын өзіндік символына айналып, осы орындарға баруға болады. Біздің еліміздің аумағында тағы бір мистикалық және өте жұмбақ орын Арал теңізіндегі барсақ келмес деген қорқынышты атауы бар арал болып табылады. Бұл арал туралы көптеген аңыздар бар. Олардың біреуі аралдарда адамдарды аулаған ұзындығы 7 метрден астам үлкен жыландар болған. 19 ғасырдың 50 жылдардың барсақ келмес белгілі зерттеуші Бутаков болды. Экспедиция құрамында жер адамдардың ақын Тарас Шевченко да болды. Арада ұлы Кобзар жазған сурет сақталды және онда жыланның үлкен жұмыртқасы бейнеленген. Мүмкін мұнда алып дала жыландары мекендеген шығар. Басқа аңыз бойынша арал
өз атын зұлым рухтар өмір сүретіндіктен алды. Аңыз бойынша бір күні атақты бай жақсы жайылым ал ішкі су қоймаларын тұщы су болған жерлерге қоныстауға шешім қабылданды. Қыста теңіз мұзбен жабылған кезде ол өз үй ішімен және малдарымен аралға көшті. Бірнеше жыл олар туралы хабар болған жоқ. Сонда ағайындары олардың қалай өмір сүріп жатқанын тексеру жөн көрді. Қыста салт аттылар мұзды үстімен өтіп кетті, бірақ аралда адамдар да малдар да табылған жоқ. Іздеудің екінші күнде олар қар астында киіз үйлерді тауып, олардың туған туысқандарының сүйектер табылған. Содан бері арал қарғыс сияқты таңба болып, барса келмес деген атауға ие болды. Атаудың туу туралы басқа да аңыздар мен гипотезалар бар. Мысалы, егер біреудің аралда НЛО станциясы бар деп мәлімдесе, және тіпті осы аралдағы уақыт біз үйренгендей емес. Басқалары аралдың халыққа жұқтырылуы болдырмау үшін емделмейтін аурулар бар, ауыр науқасты жіберген кез келген карантин аймақ болып қызмет еткенін айтады. Бірақ әйтпесе, арал көптеген жүзжылдықтар жұмбақ болды, яғни жұмбақ сиқыр назарын өзіне тартты. Қазақстандағы ең жұмбақ және ең мистикалық орын ұзындығы 3 километрден астам және биіктігі 200 метрден жуық үлкен құм төбешігі бар әндеттеуші тау болып саналады. Бұл Бархан Іле өзенінің жағасында өсті. Мұнда кейде реактивті қозғалтқыш гуіліне өте ұқсас жоғарғы діріл терең гуілі бар. Дыбыс бірнеше километр қашықта естіледі. Және уақыт өте келе ол жердің дірілін бере бастайды. Бүгінгі күнге дейін даланың ортасында таудың қайдан және қашан өскені әлі белгісіз. Кейбір ғалымдар бұл төбені желмен түзеді деп санайды. Ал жергілікті тұрғындар Бархан далада жүретінін айтады. Бірақ ғалымдармен бұл дәлелденген жоқ. Жергілікті ақсақалдар арасында бұл таудың астында Шыңғысханның сүйектері жатыр деген аңыз бар. Басқа сенуші қазақтары бұл қырдың астында Құдайдың қаһарына іліккен шайтанның өзі тығылып шыға алмайды деген тұжырымды айтады. Сондықтан әрбір түнді өзінің құйрығымен ашуланып соғады. Шынында да төбенің оңтүстік жағы қиғаш және құйрыққа ұқсас. Желдің қандай бағытына байланысты тарап өзінің жағдайына өзгерте алады. Таудың барлық беткейлерінде сексеуіл өскен. Одан да басқа мұнда ешкім де өмір сүрмейді. Егер Бархан жоғарғы тарақымен жүріп өтсе, онда оның атақты әндетуін естуге болады. Басқыншақ көлінің оңтүстік батыс жағалауында орналасқан жұмбақ және жұмбақтау экстримнің ең талғампаз адамдарының жүйкелерін жеуге қабілетті. Кейде өзінің қорқынышты әңгімелерімен «У холмов есть глаза» фильмін еске түсіретін. Теңіз деңгейіне 3400 метр биіктікте Іле алатауында орналасқан Тібір гносеологиялық станциясы. Станция зерттеушілердің қараусыз қалған жартылай қираған үйлерін білдіреді. Ал кент айналасында адамдар әсер ететін өте түнек көрініс бар. Альпинистердің айтуы бойынша, өткен ғасырдың 80-ші жылдардың қоныста зерттеушілердің тобы тұрған. Үйшілердің бірінде қараушы асылып қалған, ал екіншісінде шыбынмен дос болып иесі ауысып кеткен екі зерттеуші тұрған. Оның көршісі ғалым досын толық ақылсыздықтан құтқару үшін шыбынды өлтіреді. Бірақ біріншісі әріптесін мұзды шаншу үшін балғамен ұрып өлтірген. Қалғандары бәледен аулақ болу үшін станциядан кетіп қалған. Кейін кеңес дәуірінде құлаған үйлердің бірінде өлі альпинистердің денелері жинаған. Куәгерлердің айтуы бойынша, қаза болғандардың рухтары осы станциядан әлі күнге дейін кетпейді. Менің тізімдегі соңғы, бірақ мағынасы жағынан соңғы емес, толық мистикалық орын Алматы облысындағы Герасимка ауылының маңында Талдықорғанға жақын орналасқан Өлі атты жұмбақ көл. Көл салыстырмалы түрде шағын, бірақ таңқаларлық және қайғылысы. Бұл көлде жыл сайын адамдар батып кетеді. Жергілікті тұрғындар оны айналып өтуге тырысады. Алайда көлге деген қызығушылық адамдарды сол жерге баруға мәжбүрлейді. Белгісіз себептермен ыстық жаздың ең қызған кезінде көл құрғамайды, ал суы мұздай болып қала береді. Көлде балдырлар өспейді және балық жоқ. Тіпті су жәндіктерінің бір түрі жоқ. Тіпті көлдің жағасында масалар да шыбындар да кездеспейді. Өлі көлдің суларында ұзақ уақыт болу мүмкін емес. Тіпті толық баллоны бар сүңгуірлер 3 минуттан артық шыдамайды да жұмбақ себептермен тұншыға бастайды және олар тез арада су бетіне жүзуге тура келеді. Көлдің түбіндегі жырақтардан улы газ бөлінеді деп болжауда. Ол барлық тіршілікті өлтіреді. Өлі көлге батып кететіндер негізінен жергілікті тұрғындардың кеңестеріне құлақ салмайтын немесе көлдің құпиясы туралы ештеңе білмейтіндер. Айта кетерлігі, суға батушылар бетінде шығып кетпейді, ал түбінде шам сияқты тік тұрады. Достар, қарағандарыңыз үшін рахмет. Арнаға жазылыңыз және лайк қойыңыз. Сондай-ақ келесі бейнелерді жіберіп алмау үшін қоңырауды басуды ұмытпаңыз.